Тасов Жандос. Мына жерде мен сізге приемға барғанда по своему личному вопросу мына қызыл линияны сіз айттыңыз ғой өзіңіз. Сіз аны білесің ба, көршінің несін біз сотқа бердік, осыны алып тастайын деп жатырмыз деп. Одан бір жыл өтіп кетті, мынауын әлі тұр ғой Тасов Жандос, мынау притон. Біз Азия кафені білеміз, әдем, бәрі қоршалған, әдем. А мынау не? Дәл тротуардың үстіне мына 100% пара беріп істелген жер, ол бірінші. Сосын мына жерге заңсыз мынандай окошканы ашқан. Мынаяқтан базардан адам өтеді, мына Дом пионердан адам өтеді, коляскамен, немен соғысады мына жерге кеп. Тасов Жандос. Кабинетте отыра бересің ба, Тасов Жандос? Мен білетін басшы обещал, орындау керек. Бір жыл, 4 жыл болды сен келгенде. Мынау не? Пылғыс. Хрен поймешь болып жатыр ғой Тасов Жандос. Біреуге бәрін береді, но ты ни при чем, бұл бірақ 100% пара беріп істелген жер ғой. Канализация үстінен соғып алған жер мынау. Мына талдың бәрі неғып кеткен мынау. Мына бәрі қурап кеткен, қарамайды ешкім. Негізі мынау әкімдерді сайлаймыз деп еді, сол уақытта қашан келеді екен біз? Астанадан бастай ма, қашан сайлайды әкімдерді? Нормальный әкім келе ма, Кентауға келмей ма өзі?